менім жандан азиз ватаным, доғы боскен дүния көрген меканым. Вүжудыма аят бағышлаған қаным, дүнияның не олғаны аңлаған жаным. Бөле өз ватанына бағышлаған шиырны Джафер Эмирали язам. Бүгін тарих ізлері программасы есе Қырымның эфсанелі көйлерінден бірісі олған Деміржіге ел алам. Кой Қырымның Джинуби ялысында бұлынам. Мерkezге, яғни Алуштаға қадар 10 километр месафе бар. Ең яғын демір yol есе Ақмежіттен кечем. Койның шымали ғарб тарафында есе туристлеріні ве бұтын Қырым севдаларыны желп еткен Хаялет вадисі ерлеші. Асылда біздің халқымыз бұл койге темірчі дейді. Ама біз қайтқан соң оны қыры деміржі ады. Сон академик Суперанскайын кітапларын бақтым, анда о яза демерджі. Мен оға сесленген едім, белкі демерджі дүгіл, демір адындан, демірджі. Баштаки койын ады Фуна олған 15-ші асырда. Ве көрілгеніне көре әбет мұнда белкі демір неметіп, айды пек чоқ соядылары Налбант, Кузнецы белесем, олар ве Алимайдамақын эфсанесі бар, омында келіп атларын наллатқан. Шоға бола, мен белесем, демірден әбет наллар, япадырлар, бекем біздің ханларымызға қылычлар, япадырлар. Ве шо демір адындан деміржі. Ама тарихчы бар, Энвер Сеферов. О айта, ады бұл койын деміржі дүгіл темірчі. Ве темірчі сөзін біле тастықлай. Темірчі темел сөзінден. Mesela evvel zamanda адамлар yürüp мына көргенлер бұқырларын арасын. Мында пек чоқ рақлар бар екен, сулар аққан. Бұл ерде тоқтап, олар темел қойғанлар да. Onun için adın темірчі. Халқымыз шындекі вақытта да койымыздың адын бір-бірлерінен лаф еткенде темірчі дейлер. Археологик қазылмаларға көре 4-ші асырда деміржінің янында аланларының ерлешмесі олғаны қайт етілем. Койның ады бірінші кере тахминен 1360 сенесіне айт олам. О вақытта кафаның жетвелінде рас келем. Бейе ханым 1940 сенесі айны демірже койымде дүнияға келем. Аятыны ве ижадыны қараманымыз өз ана топрағында башлай. Шымды есе демірже китабы тамырлары айны койден олған ватандашларымыз үшін бір ярдымжы олып келе. Бейе ханым өз китабында темірже койы деп язмаға авес етсе де, әдеби тілде олғаны кібі демірже оларақ қалдырды. Осман девлеті вақтында шу топрақлар судақ қадылығына кече ве айны заманда Қырымның ялы бойында ислам дені дарқала. Бірінші кой ревизиясында 6 мұсылман айлесі қайт етіле. 1652 сенесі есе койде христианлар тек 3 инсан оларақ көстерілген. Шымды 24 соқақта 1000-ден зияде адам яшаса да, деміржіде Қырым татарларының сайысы пек аз сайылам. Койның етрафында олған қаялар есе әлбетте бізні тарихке далдырам. Темсіліміз бұл койын, бұл Мерьем қаядыр. Чоқ язықлар олсын, біздің 44 сенесі сүргін еткен сон кетсе, о қырын адын қойғанлар Екатерина Голова. Асыл да яқын кемей. Мына бар эфсанелер оға Мерьем қая дейлер, шумаллар келін қая дейлер. Не үшін? Бір яш келін енді балачығы олған, ве балачығы ағлаған қайнатасы дейкен тез бар балаң бақ, шын бұлаштыр. О қарычық яш келін қамыр басып отыр екен. Қолларын еумайып барып баласын баққан, әбет балачық бұлаштырған. Шо ерде о қарычық, о яш келін таш кесіп қала. Да біздің қартлар айтайды, тек оле башы дүгіл, оны бақсаңыздан қиықчасы да біле байланғандыр. Қолында башта білет
таш кебек баласы да бар екен. Ну, кетсе ел, конечно, о таш зар түшкен, шынчық тек мына қадынны башы көрне. Оға біздің халық Мерьем қая дей, келін қая дей. Elbette Beye Hanım gibi insanlar Kırım'ның abidelerine öz tarih adları berilip, mengligimiz, efsanelerimiz devam etmesini çok isteyler. Mesele анда бар, біз айтамыз тас қая. Олар экскурсия алып барғанда дейлер голова мурымы. Сон бар уч қая, біз уч қая дейміз. Олар айталар три богатыря. Вот. Анда бар клук қая. Мына бақсаңыз, санкем тауық еміртаулар үстіне отырады, мына чіпчелерін шығара жақ кебек. Сон бар қартал қая. Орел, қартал орел. Сон бар мяуқұш қаясы. Ариф аға, Сейт Аблаев, Шынираметлі, Алим аға Бекиров ве башқалары о адларын айттар, и ончын китапқа ебет насыл доғыры о адлар оледа кірді. Қырым ханлығы деврінде камераль тарифлерге көре Деміржі Кефе қаймақанлығына айыт олып, судақ қадылығына кірген. 1778 сенесі Деміржіден 80 урым қорантасы шығарыла. Халқымыз евел езелден арекет етіп, кой аятыны көтергенлер. Дағлық олған ерлерде айван асырамаға тырышқанлар. Евелде олар чоқсы қой тұтқанлар, сығыр тұтқанлар. Қырым бойынша бір ерде өлеп гөл жоқ екен, мында гөл бар екен, гөлін янда ішінде сұғырлар бар екен, буйволицы. Егер қойларын әбет айдамақ керек нелерге, яйлаға, абу айван өзі кетсе отлай, өзі қайта, пек яқшысы шойеді, оларын сүті пек файдалы. Да халық сағып, өз сүтлерін алушта санаторияларына, мында туберкулез айры санаторийлер бар, анда алып кетіп, сата екенлер. Женктен әвел 17.000 баш тек қой олған. Темірчіде пек чоқ чобанлар олған мында. Ашир чобан, Амет аға чобан, Белял чобан, Бекер вейләхри адлары пек чоқ. Чүнки қойларын әбет бақмақ керек еді. Сон мында түтіншілік олған. Mesela мен büyük tizim, cüvazi tizim, o tütüncülükte звеневой olgan, birincilikinde algan, çalışıp, anam da çalışkan, başta bu teknikum, Bahçesaray teknikumun bitirdi. Teknikumdan evvel o da çalışkan şu tütüncülükte. Başta onu yefak oturta ekenler, son osken son yaprakların kura ekenler, son kurta ekenler. Аш meselesine geçsek, bir koyunun koranta gibi sevip pişirgen aşları da var. Aşlar çoksa et nesi eken. Çünkü koyların soya eder, mında bizim halk biledi etin kurtmağa, oğa qaqaç deyler. Şu kırlar, olar çoksa koylarından da baqa ekenler. Ve endi soyma керек, koyun soyup, tuzlap, şu yelçik olgan yerde asıp koya ekenler. Yelçik kun, o qatıp qala eken, oğa qaqaç deyler. Kış vaqtına ana şu qaqaçlarını kesip, birdan suğa koyup, em tuzundan ayrıla, em yeni birdan et kebek ola. Ana o etsen, көбетселер япа едер, шорба да піше, пек чоқ бақла шамаға тырша едер. Қырым Русияге қошылған соң Таврия вилайеті пейда олып, Ақмежет уездіне кіре. Соң есе Алуштаға бақа. 1805 сенесі Деміржі тек Қырым-татар койы сайла. Мұнда 58 азбарда 297 инсан аят кечірген. 1805 сенесі есе Деміржіде жайме олғаны весиқаларда қалған. Койның тарихы әлбетте зеңгін сайла. Койде ислам дінini тастықлаған жаймелер де бар. Афсус кешімді олардан бір данесі қалып,
тамир ишлерини талап эте. Мында эки жами башта олған, юқары жами ве аша. Юқары жами мында эки кере зелзеле олған, о малде евлерді ташты біне қалған. Бұл екінші жами біз бүгін көрген, біз сүргін етілгенші чалышқан. Эки дане мектеп бар екен. Бір данесі 4 сыныфлық, бірсі 7 сыныфлық. Ve şu caminin yanına çeşme. Çeşmelerden de o kadar salkın su akar ki, çünkü bütün dağ suyu mında düşe. Bu çeşmeler mında başta pek çok eken. O suyunu toplap nemetip hem temirçi suğa toygan, hem aluşta sanatorileri neleri ondan su ala eken. Çünkü bizim halk o nelerin, közlerin açma bile ekenler. Mına hem temirçide öyle adet olup kelgen, eğer bir Kur'an-tanı bala çağası olmasa, olar ille koyga bir yaxşılık yapmak gerek olganlar. Ve halk aytaydı, şu çeşmege Cemil Bay'ın çeşmesi diyeken. O bay adam eken, mında baylık, o koylar, sığırlar, o baylığın şu eken. Da o balası olmağına şu çeşmen kurgan, bu vaxtqari şu çeşmeden su ala kalkımız. Совет үкіметі деврінде Кой 1922 senesi Ялта уездіне айт олса, соң Алушта районы тешкіл етіле. 1924 senesi Кене Ялтаға бағлы ола. Көйлілерінің сайысы 1736 insanı тешкіл етіп, олардан 1671 insan қырымтатар олған. Екінші жиян женкінден соң bizim халқымыздың башына сүргінлік түше. Бей ханым ise яш қыз олып, аз olsa da o vaqıyalarını hatırlay. 18 Mayıs'ta 44 senesi men 4 yaşında edim. Mına şimdi biz keçtik. O Balaban Meydan baştaki kolxozun ambarı eken. O yerde adamların toplağanlar. Anam meni büyük lambatta felçer-akушерка çalışaydı. Meni büyük tatasının cümazet-tizemden kaldıra eken. Ama şu konu men bir evge kerekmegenim. Cümazet-tizem özü ballarının ebet dayılarımız mında otura, konşular hepsi meni tanıydı. Hepsi özün korantasının. A biz ballar birinci kere maşina gördük. Büyükten büyük maşinalar tasır ebet endi bilemiz bu Studebaker maşinaları. O maşinaların çevre çetine çapkalap, kulüp çapkalap yürüyemiz, maşinaların üstüne de minmeye tırışamız. Anam zavalı o yatakhanede kelgenler anda hasta mı, yoksa hemşire mi, yoksa doktor mu, hepsini çıkaracaklar. Son anam degen mağa ruhsat etiniz, balam var mına temirçi koydu. Ruhsat etmegenler. Son büyük doktorları degen, onu akayı cenkke ketti. Bir balası var, ruhsat etiniz balasını alsın. Da iki tane soldat maşinaga oturup, anam da tepede oturup, kelip meni temirçiden anam kıdıra meni neyse tutup ana maşinaların yanında alıp endi ruhsat etiniz kireyim alayım diplomum nesin desen ruhsat etmegenler. Birdan anamны şu maşinaga oturtup menen barabar alıp ketser büyük lambatқа da büyük lambatın adamlarının bizim çıkardı Ahmetçitke, Ahmetçit demir yolunda işte nelerge oturup onun için biz anamның nege түштік Самарқанд область Жизаққа. Бейе ханым, Демирci hakkında kitap yazar eken, çok kahramanlarımızla gerekli vaqtda sübet etip, meraklı şeylerini öğrengen. Mında pek çok kino çıkargandırlar Temirçide. Mesela Kafkaskая пленница, ya da Lato 80 Velyahri. Mına bu Kafkaskая plenница çıkarganda da balabantaj var. Onun üstüne bu Nina
там, где на белом свете деген түркісін ерлағандыр. Ама янда балабан жевіз зереге бар. Жевіз зерегіне бұл не мініп, не көлін жевіз ата да Маргуновға башын шышыре деген кебек. Ама оле дереклерін илле нелері олайды. Қоушы, дупло. Ана о почта дерек дейді башта адамлар. Бізім қал. Почта дереге. Нечін оға почта дереге дейлер. Мына меселе юзым еғмаға кетселер, оғлан меселе анда кият yazып ташлай, ве яваш қызын янына барып, мен саға кият яздым дей, о қыз енді аннай, қайерден о киятын алма керек. Ала, оқи ярындасына меселе о қыз яза ташлай. О оғланға айтмаса да, о оғлан илле о киятын барым бақма атырыша. Ана өлі етіп таныша екенлер, әбет нишан, тойлар, дувалар илле. Таныш олғанларындан соң біздің ватандашларымыз қомшы көйлерден қызларны хырсызлап евленген екенлер. Мына ол өзен қызлары пек дүлбер екен. Біле бойлы, көрімлі біздің қарбабамыз, ашыр қарбаба, чобан ашыр де екенлер оға. О өзі ефақ бойлы. Ама ол өзенден оле бір дүлбер Мерьем деген қызын алып қача. Мында тебірчілер епсе шашалар. Бұл ашыр насыл ола да оле дүлбер қызын ол өзенден алып қачты деп. Ала екенлер. Ама мындаки яшлар сон күле екенлер. Ана ашыр өз койынден қыз тапалмады да, тап ол өзенден қыз кетірді деп оледа лафлар чықара екенлер. Elbette бойлы әдетлер деміржіде яшаған. Шымды де Бейе ханымның істегінен кене көйдешлер көрішігі олып кечіріле. Мен 3-ші жұма ертесі июнь айында көрішулер мында тешкілетсем. Менден оғыне Мұхсим Османов тешкілетеді. Адамлар бүтін қырмын жетінден келелер. Ве бет бір көрішуын бір несі ола, мевзусы. Мына меселі бил 20-ші июнде Аметхан Султан екі дефа қараман 100 жылығына бағышла жақмыз. Енді іш бұл неде алварам. Адамлар сон өзін евлерін бақма кетселер. Чоқ язықлар олсын, евлерге ювермейлер. Ама еч олманда четсе тұрып бақып қайталар ве жәмін янына тоқтайлар. Көйдешлер көрішігінің esas мақсады яшларға евеллері мында кім яшағанына аңлатмақтыр. Бейе ханым өз кітабыны мектепке де берген екен. Афсузки анда қырымтатар тілі дерслері алып барылмай. Чүнки ватандашларымыздың сайысы пек аз. Пек sevimli adam, hepsi onu sevey, sağın ne yapaylar, почитают. Çok vakit ana көршілерге барайық. Мұнда адамдар келсе, обязательно бизе кірелер. Хоть біз мұнда доғылмадық, анам доғылмады, ол өзенге доғылды. Келен адам обязательно кірей. Адамдар çok ой. Со временем адам уже аз қалды, поэтому и молодежь, она уже не такая. Білген де бар, білмеген де бар. Да. Көйдешлер көрішуіне келген ватандашларымыз көйде яшаған еслі башлы инсанларымызны зиярет етелер. Арзы ханымның анасы енді 93 яштадыр. Оның 8 торыны ве 20-ден зияде торончелері бар. Biz göçüp gelgende pek ağır vaktiydi. Anam göçkende вообще adamları Tatarları, наверное, sevmezler o vakitte. И из-за этого biz pek хынялдық. Kupon var idi. Только göçtük, kimseyi bilmeyik. İş yok, bir şey yok. Хынялдық. Приходилось жить как придется. Но evimize это фортуна. Анама, агам посуетился и поменяли дом на дом. Это Нижнегорск на Лучистое. Мы на объезде, центрымыз считается. Татар, можно сказать, йохтур. Эки тайфа. Вот біз
И бында тикарана шагат это худанамыз яшарди, уда geçindi. Ну, хысчығы яшай. Ну, біз көчіп келдік, біз жалдық евне, бізді прописать етті. А сон, вот анамны прописали, біз чоқ хынялдық, біз Нижегорскіден келдік. Пока прописать еткендес, бақыт geçti. Ну, это еще было как переход какой-то с Украины, Советский Союз на Украину, из-за этого Агреди. А так евнялдық, здесь волей-неволей прописали нас. Баштан анамы, потом bizi 6 yıldan son. Әрбір кой сакені койның алына көре аят кечіре. Ватандашларымыздың тамырлары айны койден олмаса да, бұл койны севіп яшайлар. Мен постоянно, анам да баштан барырды. Ну, это тикаран яшайды 10 yıl evvel. Oda varırdı, tuvarlarımız çok edi. Tuvar kıdırıp varırdı, ечки сағарды, tuvar сағарды. Активная она, хорошая. Elbette, әрбір кой өзінің белі ватанпервер инсанларыны еткізе. Деміржі де истисна дегіл. Мына меселе бір көрішуде Мұхсим Османовқа бағышладық. Ол екі көзі көрмеген адам, ама Москваға барып, о бізім темсілжіміз еді. Епсі онен көрші еді. Кият кетірген осалар, бұл миллиарекет штракчілері қол қойылған. Онен сұғбетлешіп, неметіп, олсын Подгорный, Георгадзе, оларын көршілеріне, Политбюро азаларын көршілеріне кіредер. Ве бір көршуын бағышладық Мұхсимаға. Омалде Омар Арқадашта сағайды лелепте, қызы янына оны қызы Эльмира доктор. Да, мен Мұхсимаға ақында айтқанда лелепте бейе сағыл. Асыл белемедім мен Омар Арқадашым ақында оғадар мәлімат топладың, оғадар білесін деп. Мұхсимаға біз седік, ич олманда мұнда бір таш қойып язмаға, чүнке оле біздің Қырымға, ватанға қайтқанымызға оғадар бүйіктен бүйік иш япқандыр шу адам. Böyle insanlarının yardımıyla vatandaşlarımız kene öz toprağına kaytmağa tırıştılar. Şimdi koyunun ortasında yerleşken kilise binasında evvelleri Fırıncı Abibullah yaşagan eken. Ana şu Abibullah Fırıncı Murazа vaqtlarına otmek pişirip adamlarga dağıta eken. Öyle merhametli bir adam eken. Koyde çok filmler çıkarılsa da Demircini dünyaga tanıtkan operator da mında doğan. Pek belli insanımız o Alimağa Bekirov'tır. Cenk ştrakçısı. Birinci күнден Cenk'e barıp tap Berlin'ge bardı ve Reichstag'ın alışığında da iştirak etti. Ama biz kebek son sürgün oldu, officer sürgün olundu ve Begavatta anasın babasın tapkandır. Son pek belli adam Kenan Kutubzade. Kenan Kutubzade'nin tamırları temirçiden. O adam 1927 senesinden başlap 32 senesine kadar Yaltada operator olup çalışkan. Mında yaxşı kinostudiya бар еді анда. Son ketken Moskvaga оқымаға. Оқып bitirgençe cenk başlanған. O cenkin birinci күнінен başlap Arbi kinooperator olgan. Ama en büyük yapkan işi bu Polşan azat etkende Лагерь смерти Освенцим деген кино çıkara. O malde kinooperator çalışmak pek kıyın edi. Çünkü onların bu aparatları ağır. 3 dakikalık kino çıkaracak olsan kilometrelerinin anau lentan gerek edi almağa. Ve ana şu Лагерь смерти Освенцим 1945 senesinden başlap noyabr ayından 46 senesi oktyabr ayına kadar көрсеткендір Нюрнбергский процесінде ve anda Kenan Kutubzade'nin kinosu dünya boyunca faşizmni tasdiqladi. Çünkü anda көрсетілді nasıl balaçıkları yakılgan, onların urbaçıkları, onların ayakapçıkları, destenin
чуалларга коюлган сачлар, от чыгарылган алтын тишлер вейлахри. Bu cennet yerler hakkında tarif etmege sözler de az. Evveller amında qayerde çeşmeler olsa, anda maleler olgan eken. Şimdi koy sakinleri ise öz evlerini abadanlaştırıp, turizm cihetinden musafirlerini davet eteler. Ad asravcılık olsun ya da hayvanat bahçesi. Umumen her bir şey demircide. Beye hanım ise kene gelecekte öz koydeşleri için yanıdan kitap yazmaga hareket etem. Elbette keliniz beraberlikte tarihimizni öğrenip, öz koylarımızga nazar taşlayık. Merhaba alemde cennet. Bir zaman çoğraklar akkan Kaya deniz yalısında koyum demirci doğan. Elnura Kangiyeva. Rus tilinden tercüme Uriye Kadyrova.